Тұрғындары тығыз орналасқан оңтүстік Қазақстан облысының азаматтары еліміздің солтүстік өңірлеріне барып жұмысқа орналаса бастады. Бұл жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының арқасында мүмкін болып отырған жағдай. Бүгінгі күні солтүстіктегі облыстарға көшуге ықылас білдірген 458 отбасы өтінішін жазып қойыпты. Ал анықтамалықты толтырып өтініш жазғалы жүргендер саны одан да көп. Солтүстік Қазақстан облысына алғашқылардың бірі болып отбасымен көшіп келген Бақытбек Айтбаев қазір механизатор болып еңбек етеді. Ол жалғыз келмепті. Сарыағаштағы досы осындағы көршісі болып жанына қоныс танытты. Екеумізге ұнады. Бала-шағамыздың бәріне жұмыс берді. Главный жұмыс істесең бар, жақсы бар жер. Айлығын кезінде беріп тұрса болды главный. Бізге Құдайға шүкір беріп тұр. Un десең un беріп тұр, жайттың отыны, көмірін, бұны артын не кереген? Болды, ол басқа нәрсе сұраудың өзі қажеті жоқ. 20 жылдан астам еңбек өтілі бар Сәрсенгүл Көшенова соңғы жылдары қызына науқастанған соң жұмысын қойып, соны емдетуге барын жұмсапты. Бүгін үздік оқитын Ләзизаның денсаулығы жақсы. Бірақ анасы жұмыс таба алмай жүр. Әжесі үшеуі Шымкентте пәтер жалдап тұрады. Мамандығым бар, медбике. Енді табылып жатса медбикелік, табылмай жатса енді қолдағы бар жұмыс істей береміз ғой. Енді қарасаңыз, жаңағы істеген адам қол қыбырлағысы келеді. Оған ыңғайлы жұмыс жоқ. Сол отырған. Оңтүстіктен солтүстік Қазақстан облысына былтыр 18 отбасы көшіп барыпты. Бәрі де жұмысқа орналасқан. Биыл 54 ауылға 100-ден аса отбасыны қабылдамақшы екен. Аудандардың мәліметтері бойынша аудандарда 110 тұрғын үй бар. Және 187 бос орын бар. Көшіп келген отбасыларға субсидиялар беріледі. Бағдарламаға енген азаматтарға жол ақысы мен баспана да беріледі. Бірақ бірінші кезекте солтүстік облыстарда сұраныс жоғары мамандыққа ие азаматтар жіберіледі. Ең бірінші кезекте ол жақта ауыл шаруашылық саласындағы, қызмет көрсету саласындағы мамандар. Мысалы, ауыл шаруашылығындағы фермерлер, механизаторлар, жаңағы трактор айдаушылар көбіне сондай мамандықтар қажет етеді. Сонымен қатар білім саласымен де денсаулық сақтау саласындағы мамандықтардың тапшылығы бар. Алдағы айда солтүстікке көшу жұмыстарын үйлестіру үшін оңтүстік Қазақстан облысы мен солтүстіктегі 5 өңір меморандумға қол қоймақшы. Әбдез Рахманұлы, Самат Қайырденұлы, Нұрмахан Мұсатов, Хабар, оңтүстік және солтүстік Қазақстан облыстары.